Қаратау қойнауындағы адам жегіш әйел. Қаратаудағы құпия ауыл. Баяғыда Қаратаудың теріскейінде тіпті картада көрсетілмеген бір ауыл болыпты. Бұл ауылдың тұрғындары өте тұйық, бөтен адамға сенбейтін, ал сыртымен әдемі көрінгенімен ішінде қорқынышты құпия бар еді. Ауылда бір қария айтатын: егер күн қызыл түссе, ешкім орманға бармасын, ол оянуы мүмкін. Балалар бұл сөзге онша мән бермейтін, ал үлкендер үндемейтін. Бірақ бәрі сол қызыл күннен қорқатын. Өйткені бұл ауылда баяғыда бір әйел тұрыпты. Аты Жәмила. Ол өте сұлу, қара шашы беліне жеткен, көзі жасыл жанған, бірақ ол адам емес еді. Жәмила кім болған? Аңыз бойынша Жәмила жаз күнінде сиқырлы сулардың қасында жүріп, бір түсініксіз көлеңкемен келісімге келіпті. Саған сұлулық пен мәңгілік берем, бірақ әр толған айда сен адам етін жеуің керек депті әлгі көлеңке. Солайша Жәмила бір түнде бүкіл ауылды қорқынышқа бөлеген. Кімнің қайда жоғалып кеткені белгісіз, бірақ таңертең орманнан біреу шықпай қалса, оны соңғы көргені Жәмила еді. Көшіп келген отбасы. Уақыт өте ауылға жаңа отбасы көшіп келеді. Ерлі-зайыпты Нұржан мен Жанар және олардың 15 жастағы қызы Айсәуле. Айсәуле ауылдағы құпияны білмейтін. Бір күні ол қызыл күн батқанда орманға кетіп, гүл теріп жүріп адасады. Сол сәтте қараңғы бұталардың арасынан бір әйел шығады. «Сәлем балапан, адастың ба?» деп жымиып қарсы алады. Айсәуле таң қалып тұрып қалады, өйткені бұл әйел өте әдемі. «Я, мен үйді таба алмай тұрмын» дейді ол. «Ендеше мен сені апарып салайын» дейді әйел жұмсақ дауыспен. Бірақ дәл сол сәтте алыстағы қария Айсәулені іздеп шығып әлгі әйелді көреді де бірден айғай салады. «Жәмила, қайт, жаның тынышсын». Ол қолындағы дұғалы тасын лақтырып, қызды сүйреп алып кетеді. Жәмила көлеңкеге сіңіп жоқ болады. Сол сәтте құпия ашылады. Қария Айсәулеге шындықты айтып береді. Ол әйел адам емес, ол сиқырмен қорланған пенде. Оның көзінен аулақ бол, ол сені таңдады. Айсәуле қорқып кетеді, бірақ ол жай қыз емес еді. Оның бойында да бір тылсым күш бар болатын. Ол әжесінен үйренген дұғалар, шөппен емдеу және сиқырлы белгілерді білетін. Сол түнде Айсәуле түсінде Жәмиламен қайта кездеседі. Бұл жолы ол оны қорқытпайды. «Мен қарғысқа ұшырадым, мені босатқан келсе, менің көзімнен жас ағыз» дейді. Сөйтіп оны құтқарудың жолын іздейді. Айсәуле ауыл кітапханасынан ескі жазбаларды іздейді. Онда былай жазылыпты: «Қарғыс шын жүректен шыққан мейіріммен ғана бұзылады». Айсәуле орманға қайта барады. Бұл жолы ол Жәмилаға қарап: «Сен адамдарға зұлымдық жасадың, бірақ мен сені кешірем. Мен сенің қайғыңды көрем». Сол сәтте Жәмила тізерлеп отыра кетті. Оның көзінен мөлдір жас ақты. Аспанда найзағай жарқ етіп, жер сілкінді. Кенеттен Жәмила айналадағыларды кешіріп, көзден ғайып болды. Артында тек бір күміс алқа қалды. Ол алқаны Айсәуле мойнына тақты. Сөйтіп ауылда жаңа күн басталды. Ауыл алғаш рет қызыл күнді қорықпай қарсы алды. Жәмила жоғалған, орман тазарған. Айсәуле адамдарға емшілік жасап, кітап жазды. Ал әлгі алқа оның батылдығы мен мейірімінің белгісі ретінде сақталып қалды. Соңы.